Пияз көптеген ауруларға ем бола алатын және ағзаны қалпына келтірудегі қолжетімді және тиімді құралдардың бірі. Ең бастысы әр түрін дұрыс қолдана білу қажет. Достар, сіздердің қолдауларыңыз менің каналыма қатты қажет болып жатыр. Барлықтарыңызға өтініш, каналыма тіркеліп қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Пияздың пайдасы қандай? Пияздың құрамында көптеген пайдалы дәрумендер бар. Олар улы заттарды ағзадан шығарып, жағымсыз әсерлерге төтеп береді. Соңғы зерттеулер пиязды көп тұтынатын әйелдер жамбас және буын ауруларынан қорғалған екенін көрсетті. Авитаминоз және иммунитетті нығайту кезінде пияздың артықшылықтары көп. Пияз вирустар, бактериялар, тіпті кейбір саңырауқұлақтар сияқты патогендерді өлтіреді. Ол ағзаға керектік заттардың мол қоры болып саналады. Мысалы, С, В1 дәрумендері, каротин сынды ағзаның иммундық жүйесін нығайтып және қабынудан қорғап, тыныс алу жолдары ауруларынан қорғайды. Сонымен қатар пияз ең бірінші кезекте мықты антиоксидант. Бұл дегеніміз ағзадағы вирустарды өлтіруге қауқары жетеді. Пияздың құрамында флавоноид сынды өсімдік тектес химиялық заттар мол. Пиязда 25-тен астам флавоноид тектес және күкіртті заттар болады. Бұлар антиоксидант қызметін атқаруға көмектеседі. Яғни созылмалы ауру мен қатерлі ісіктің оянуының алдын алады. Диабеттің де алдын алуға пияз көмектеседі. Сондықтан да қант диабетімен ауыратын кісілер тамақ рационына көп мөлшерде пияздан дайындалған сорпаларды қосқаны дұрыс. Жүрек жұмысын жақсартады. Жоғарыда айтылған флавоноид жүрек ауруын басып, басқа да қан жүрек ауруларының алдын алуға көмектеседі. Қан қысымын және қандағы жаман холестериннің көлемін түсіруге ықпалы бар. Сүйекке пайдасы. Пияз сүйекті минералмен байытуға қауқарлы. Адам ағзасындағы қышқылдану процесі жиі жүріп, содан сүйекті минералды заттар шайылып, сүйек массасы азайып кетуі мүмкін. Ал пияздың құрамындағы антиоксиданттар ағзадағы қышқылдану процесін айтарлықтай төмендетеді. Содан сүйектің беріктігі тұрақты болады. Ішек жұмысына қандай пайдасы бар? Пияздың құрамындағы жасұнық баяу қорытылады. Кейде қорытылмай қалуы да мүмкін. Ал мұндай жасұнықпен ішектегі пайдалы бактериялар қоректенеді. Содан ішек жұмысы жақсарады. Ондай бактерия май қышқылын өндіріп, сол арқылы ағзаның иммунитетін қалыптастырады. Сонымен қатар пияз жоғарыда айтып өткендей бактерияны құртады. Пияздың халық емшілігінде алатын орны ерекше. Онымен тұмауды, жөтел мен суық тиюді қайтаруға болады. Пияздың бактериоциттік қабілеті басым. Ағзаға түскен ішек таяқшасы, көкіріңді таяқша, стафилококк сынды патогенді бактерияларды өлтіреді. Ал пиязды сұлулыққа қалай пайдалансақ болады? Пиязбен денсаулықты ғана емес, сұлулықты да сақтауға болады. Беттегі дақтар мен пигменттерді кетіру үшін бетіңізді пиязбен сүртсеңіз жеткілікті. 2 аптадан кейін олардың азайғанын байқайсыз. Пиязды тамаққа пайдалану тері жасушасының тыныс алуын жақсартады және еркін радикалдардың зиянды әсерін азайтуға көмектеседі. Пияз шаштың түсуін тоқтататын қасиеті де бар. Пияз сөлін мақтаға тигізіп, бастың құйқасына жағу керек. Сондай-ақ пиязды үккіштен өткізіп, оны басқа жағып сыртынан таңып қою керек. 1,5-2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібереді. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек. Қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі белгілі екен. Пиязды жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. Пияздың осыншама мол қасиеті бола тұра, кейбір ауруларға пияздың пайдасынан гөрі зияны мол. Сондықтан да, егер сізге пиязды қолдануға қарсы көрсеткіштер бар болатын болса, онда қолданбағаныңыз абзал. Пияз ғана емес, пияздың қабығы да неше түрлі ауруларға ем.
Ол туралы видеоны описание бөліміне қалдырып кеттім. Сіздермен бірге болған 100 жаса каналы бүгінгі ақпараттым ұнады деген ойдамын. Ұнаса өз достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал келесі тақырыптың қандай болғанын қалайсыздар? Комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.